әлі күнге дейін мойындамай отыр. Біз Гүлбақыр екеуміз қаншама хат жазып, қаншама депутаттар, министрлермен кездестік. Ой, сендер әдемісіңдер, күштісіңдер деп алып жібереді бетімізден сүйіп. Былай шыға бере оны істемейді. Біздің талап сол желтоқсан көтерілісінде бірінші құқықтық саяси баға берсін заң жүзінде көтеріліске. Екінші талабымыз ақталмай жатқан, архивте шаң болып жатқандарды өздері іздеп жүр. Біреу ақсақ, біреу соқыр архивті бар. Өздері үкімет өздері көтеріп, түгел архивтегілерді рақтау керек. Түгел. Бұл екінші талап. Үшінші талап. Желтоқсанда шейіт болып қайтыс болады. Қазір мына жерде 20 адам тұрса, былтыр 40 адам тұрады. Қырылып жатыр, бәрі өліп жатыр, ауру десе. Биылдың өзінде қаншамасын жерлеп тастады. Үшінші талап. Желтоқсандықтардың әлеуметтік жағдайын көтеру үшін арнайы заң қабылдасын. Төртінші талап қосылды бұған. Мейістірайын деп құлағынан айырылды деп, осы үш талапты сұрап жүргенбіз жаңағы. Көтеріліске саяси құқықтық баға беру, екінші ақтау мәселесі, үшіншісі әлеуметтік мәселе деп жүрсек, төртінші мәселе қосып берді бізге. 17-ші желтоқсанды мына күнтізбеден алып тастап отыр. 16-17-ші желтоқсанға дейін осы Назарбаевтың кезінде де тойлап көрдік қой. Енді 17-ші желтоқсанды алып тұр, бұл төртінші талап. 17-ші желтоқсанды шұғыл түрде жаңағы күнтізбеге қызыл күн ретінде, демалыс күні ретінде қою керек. Міне бүгін суббота күні болып тұр. Бүгін жұмыс күні жоқ. Ал 16-17 күні кейін календар жылдып жүріп, ол дүйсенбіге, сәрсенбіге келуі мүмкін. Түгілі мына жерде таптаған машина, жұмысқа баратыр жүр. Біз гүл қойып жүреміз ай жүр. Тыныш болу керек қой, тыныштық сақтау керек. Но қан төгілген алаң, мына алаң. Әлі күнге дейін машина зырылдап, алай-бұлай өтіп жатыр. Біз сабақ алмайбыз өткеннен. Билік сабақ алмайды. Қараңыз, машиналар өтіп жатыр. Тасмағанбекеттің кезінде айтқан, екі жақты жабамызда, мына жерден арбат жасаймыз деген. Арбат. Кәдімгі чуының алдына арбатқа білесіңдер. Мына бәле деген болмайды деген Тасмағанбекеттің. Бұны музейге айналдырам деген. Бұл музей болатын жаңағы алаш құрбандары болсын, жаңағы желтоқсан болсын, соның ішінде музей болатын. Соның бәрі мінекей осындай болып. Мына қан төгілген алаңда бұлай кесіп жүру ол қазақта мұсылманшылыққа жатпайды. Оны қақсап келіп, айналып кеп, біз қаңтарға ұрындық қой. Енді одан сабақ алмасақ, ақпанға ұрынамыз біздер. Қан төгісі көргенде қан төгісі қаламаймыз біздер. Ешқандай да қан төгісі бізде билікке мынандай қысым арқылы, талап арқылы, қан төгіс арқылы халықтың проблемасы шешілмеу керек. Біз осындай көтерілістерден сабақ алуымыз керек. Біріншіден, желтоқсан көтерілісінде біз сабақ алуымыз керек. Қаңтар көтерілісінде сабақ алу керек. Ондай болмау керек. Билік оны сезіп бәрін жасау керек. Екіншіден, бұл мына желтоқсан көтерілісінде жастарға үлгі болатындай бір патриоттық тәрбие құрал ретінде пайдалануымыз керек. Ертең ол ішке емес, сырттағы жаулар бар мысалы. Сол сен дайынсың ба еліңді қорғауға? Мысалы үшін деймін, әртүрлі жағдайлар болады. Сыртқы жау, ішкі жау деген сияқты. Патриоттық сезім болу керек, ояту керек жастарды. Үшіншіден, бұл мына Қазақстанда тек қана қазақтар емес, бүкіл Қазақстанда тұрып жатқан, мен қазақпын деп сайрап жатқан орыс басқа ұлттар бар ғой, олар неге итеруіміз керек көкіректе. Бүкіл Қазақстанда тұрып жатқан желтоқсан көтерілісі қазақстандықтарды біріктіру факторына айналу керек деп ойлаймын. Себебі желтоқсанда 99 адам зонада болды ғой. Соның біреуі ұйғыр, мына Рузиев Убайдолла деген Шелікте тұрады. Біреуі мына Машанур Рүстем деген Талдықорғанда тұрады. Дұңған оның болды. Ол қазақтарға емес, басқа ұлттарда кетті ол жерде. Бірақ қазақ көтерілісі деп айтамыз. Олар да біздің болғаннан кейін, азаматтар болғаннан кейін, қазақ елі, Қазақстан деп біз атауымыз керек. Ал енді тағы қандай сұрақ қойасың? Сұрақ қойға мұршам келмей қалды.